2024-те көп балалы отбасылар қанша ақша алады? Отбасында егіз, үшем, төртем дүниеге келсе, бір жолғы мемлекеттік жәрдемақы әр сәбиге қанша ақша төлейді? Алтын алқа алқасымен батыр ана атағын алған аналар мүгедектігі бойынша балаларға жәрдемақы, мүмкіндігі шектеулі жандардың жәрдемақысы туралы айтып өтемін. Қайырлы күн баршаңызға, соңына дейін қараңыздар. 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап елімізде айлық есептік көрсеткіш 3692 теңгені құрайды. Тиісінше көп бала аналардың жәрдемақысы мен жөргекпұл мөлшері көтеріледі. Бала туғанда берілетін бір жолғы мемлекеттік жәрдемақы республикалық бюджет есебінен жұмыс істейтін және жұмыс істемейтін әйелдерге төленеді. Бірінші, екінші, үшінші балаға 38 айлық есептік көрсеткіш немесе 140.296 теңге. Төртінші және одан кейінгі балаларға 63 айлық есептік көрсеткіш немесе 232.596 теңге. Ал отбасында егіз, үшем, төртем дүниеге келсе, бір жолғы мемлекеттік жәрдемақы әр сәбиге жеке төленеді. Қазір бала күтіміне байланысты ай сайынғы жәрдемақы сәби 1,5 жасқа толғанға дейін төленеді. Бұл жәрдемақы балаға қарайтын және міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесін қатыспаған жұмыс істемейтін әйелдер мен ерлерге тағайындалады. Бірінші балаға 21.266 теңге, екінші балаға 25.143 теңге, үшінші балаға 28.982 теңге, төртінші және одан кейінгі балаларға 32.859 теңге. Декретке дейін жұмыс істеген әйелдердің бала күтіміне байланысты алатын ай сайынғы әлеуметтік төлемі бөлек есептеледі. Оның мөлшері бала туғанға дейін соңғы 2 жылға орташа айлық табыстың 40%-ін құрайды. Көп балалы отбасылар қанша алады? Кәмелетке толмаған 4 және одан көп немесе күндізгі бөлімде оқитын 23 жасқа дейінгі студент балалары бар отбасыларға мемлекет тарапынан жәрдемақы төленеді. Ол отбасының кірісіне қарамастан барлық көп балалы отбасыларға бала санына қарай беріледі. 2024 жылы көп балалы аналар жәрдемақысы қанша теңгеге өседі? 4 балаға 59.183 теңге, 5 балаға 73.988 теңге, 6 балаға 88.793 теңге, 7 балаға 103.598 теңге, 8 және одан да көп баласы бар отбасыларға әр балаға 14.768 теңге мөлшерінде төленеді. Алтын алқа, күміс алқа, батыр ана, ана даңқы атағын алған аналарға жәрдемақы тағайындау орденімен наградталған көп балалар аналарға 27.321 теңге, күміс алқа алқасын алған аналарға 23.629 теңге беріледі. Мүгедектігі бойынша балаларға жәрдемақы мөлшері бірінші топқа 95.487 теңге, екінші топқа 79.435 теңге, үшінші топқа 69.885 теңге беріледі. Ал мүмкіндігі шектеулі жандардың жәрдемақысы бірінші топқа 95.496 теңге, екінші топқа 76.397 теңге, үшінші топқа 52.089 теңгеге беріледі. Берген ақпаратың пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.